Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мерей. Бүгін алмалы пирог жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне салқын сливочный майымызды қосып, ұнмен бірге араластырамыз. Және үстіне қантымызды салып, разрыхлителімізді салып, шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және қаймағымызды салып, біркелкі болғанша қамыр илейміз. 20% қаймақ қосыңыздар. Жақсылап араластырып, илеп аламыз. Міне осылай болып шықты. Пищевая пленкамен орап, 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. 2 жұмыртқа шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салмасы өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Тағы да 20% қаймақ салып, жақсылап араластырып, видеодағыдай масса шыққанша араластырамыз. Міне осындай масса шығады. Қамырымызды алып, видеодағыдай жайып аламыз. Осылай жұқалап жайып алған қамырымызды табамызға саламыз. Менде 22 диаметрлік таба. Қамыр өте жұмсақ болып піседі. Біркелкі етіп тегістеп, табамызға жабыстырып аламыз. Міне осылай болды. Вилкамен осындай тесіктер қалдырамыз. Бұл міндетті түрде. Үстіне салмасына 400 грамм алма салдым. Осылай тегіздеп аламыз. Алманың орнына клубника салсаңыздар болады, шие салсаңыздар болады, өздеріңіз қалауларыңызша. Үстіне жаңағы қаймақты начинкамызды құйып, біркелкі тегістеп, 180 градуста қызып тұрған пеште 50-55 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ас болсын.